Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 11 сынып қазақ әдебиетіндегі Баққожа Мұқайдың Өмірзая романынан үзінді. Өмірзая романы бойынша қысқаша мазмұнмен таныстыратын мен нөмір 69 жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Томарбай Раушан Тойлыбайқызы. Сабақтың оқу мақсаты: әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну, көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету. Дескриптор: әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасайды, жанрлық ерекшелігін түсінеді, көркем шығармадағы кейіпкерлер арқылы өмір шындығын көрсетеді. Баққожа Мұқай жазушы, драматург, 1948 жылы 31 қаңтарда Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылында дүниеге келген. Ол 1971 жылы қазіргі Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітіріп, еңбек жолын 1965 жылы Кеген аудандық Коммунизм нұры газетінде бастаған. 1970-1980 жылдары білім және еңбек, жұлдыз журналдарында Қазақстан жазушылар одағында қызмет істеді. 1990-1995 жылдар аралығында Мәдениет министрлігінің репертуарлық редакциялық алқасында бас редактор, бас басқарма бастығы қызметтерін атқарған. Баққожа Мұқайдың қаламынан туған туындылары Жалғыз жаяу, Өмірзая, Жаңбыр жауып тұр, Өмір арнасы, Аққу сазы және Ертегідей ертеңімнің авторлары. Көптеген шығармаларын тәжік, қырғыз, белорус, якут, татар, башқұрт, чех, орыс тілдеріне аударған. Ішкі монолог дегеніміз кейіпкердің ішкі ойы, өзіне өзі қарата айтылған арнауы, көңіл күй сырын білдіретін, эмоциялық әсерді байқататын көркемдік құралдың бір түрі. Ішкі монолог әлеуметтік психологиялық романдарда жиі кездеседі. Автордың көрінбей араласу арқылы жүзеге асады. Психологиялық анализ түрінде беріледі. Ол шығармашылық әдіске орай әр алуан көркемдік әсер туғызады. Өмірзая романына қысқаша шолу жасайтын болсақ, Өмірзая романы Баққожа Мұқайдың орыс совет кезіндегі қазақ халқының рухының жанышталуы, құлдық сана туралы жазылған романы. Баққожа романы 20 ғасырдың 80 жылдардағы қазақ идеясы турасында. Онда ажалға қарсы шапқан азамат туралы жазылған. Басты кейіпкері Аяған Қуатов, зерделі тарихшы, жас 35-ке жеткен, қалыптасқан азамат. Парасаты, кісілігі, мейірбандығы бар мінезіне тәнтті боламыз. Ең басты қасиеті туған халқын сүйетін. Намыс, жігері. Ақыр түбінде мінге айналған басын құртып тынатын тағы бір мінезі қызбалығы. Аяған әуел баста совет өкіметінің қағазға жазылған заңына сенеді. Бұрмалаушылар берді деп ойлайды. Ұстазы профессор Алдияр Ақпанұлының жолын әрі қарай жалғастырып, ол Кенесары туралы еңбек жазса, бұл Сыздық төре туралы көлемді зерттеуін тәмамдайды. Бар шырғалаң содан басталған. Әуелі Алдияр ақсақал құлаған, содан соң өз басына қатер төнеді, жұмыстан шығарады. Бірақ Аяған әділ заңның күшіне сенеді. Ақсақалдың да өзінің де ешқандай жазығы жоқ. Аяған ең жоғары советтік мекемелеріне, ең биік партиялық басшыларға ар жазады. Жаздым жаңылды деп емес, ісім-ақ қазақ тарихына қиянат жасалып отыр деген сарында. Нәтижесінде әуелі түрмеге түседі, одан шығысымен жындыханаға қамайды, ақыр аяғында өлтіріп тынады. Енді құрметті оқушылар, сіздерге тапсырма. Мұқайдың Өмірзая романына сюжеттік композициялық талдау жасап, жанрлық ерекшелігін ажыратыңыз. Романның толық нұсқасын оқып шығып, роман неліктен Өмірзая деп аталған? Өмірзая сөзінің мағынасын анықта. Романның тақырыбы, негізгі ойы не? Басты кейіпкер Аяғанның өмірлік ұстанымы қандай? Деп романға мысалдар келтіріп жазамыз. Сабақты қорытындылайтын болсақ, Өмірзая адамның өмір жолы, өткен күндері, қателіктер мен өкініштер туралы философиялық шығарма. Басты кейіпкер қартайған шағында өз өмірін ой елегінен өткізіп, босқа өткізген жылдарына өкініш білдіреді. Шығарма өмірдің өткеншілігін, уақыттың қадірін, адамның өз бағасын кеш түсінетінін көрсетеді. Назарларыңызға рахмет.